Жергілікті ауруханада қайырымдылық қорына ақша жинау мақсатында ұтыс ойыны өткізгелі жатыр. Ұтыс ойынына қатысудың жеке құны келесі өрнек бойынша анықталады. 5b қосылған 3. Бұл жердегі b сатып алынған билеттердің саны. Егер b 1-ге, 8-ге және 10-ға тең болса, өрнекті есептеп шығарыңдар. Міне сендерге шарт берілген, енді әрқайсысын жекелеп есептеп шығарайық. Бірінші жағдай. b 1-ге тең болған кезде есептеп шығайық. Мына келесі өрнекті жазып аламыз. 5 көбейтілген. b-ның орнына 1-ді жазамыз. Және қосу 3. 5-ті 1-ге көбейтсек, ол 5-ге тең болады. 5 3 төменге түседі. 5 қосылған 3 мәні әрине 8-ге тең. Енді екінші жағдайды алайық. Екінші жағдайда билеттер саны b 8-ге тең. Өрнекті тағы да жазып аламыз төмендегідей. 5 көбейтілген 8 қосылған 3. 5-ті 8-ге көбейтсек 40. 3 төмен түсе салады. 40-ты 3-ге қосамыз. Мәні 43-ге тең. Енді соңғы жағдай бізде b билет саны 10-ға тең болған кезде. Жазып алайық. b тең 10. 5-ті көбейтеміз 10-ға. Қосу 3. 5-ті 10-ға көбейтсек 50. 50-ге 3-ті қосамыз. Мәні 53.